Барлығына сәлем. Өзімізді сәтсіз адам сезінеміз. Алайда ақылға сыймайтын нәрселер орын алғанда, кейбір адамдарға сәттілік серік болады. Найзағай соғуымен бірге жоғарыдан құлауға дейін. Бұл видеода ақылға сыймайтын оқиғаларды бастан кешірген ең бақытты адамдарды айтатын боламыз. Ал сіз видео басталмастан бұрын BNKZ арнасына жазылып, қолдап кетіңіз. Ендеше біз бастаймыз. Наталья Пастернак 2015 жылы маусым айының бірінде 53 жастағы Наталья Пастернак және оның құрбысы Валентина Городецкая Сибирь орманында қайын шырынын жинап жатқан еді. Олар бұл саяхатта өздеріне қандай жағдай күтіп тұрғанын білмейтін еді. Әйелдер білмей аюдың ініне жақындап қалды және аю іннен шығып бірінші болып Валентинаның итіне шабуыл жасады. Кейін Натальяға шабуыл жасады. Валентина жабайы жануарды қолындағы таяқпен үркітіп, құрбысын құтқармақшы болды. Алайда мұнысынан ештеңе шықпады. Сосын жәрдем сұрап жүгіріп кетті. Наталья 1 сағат аюмен жалғыз қалды. Аю өзінің олжасын өлді деп ойлады және оны жапырақтармен көме бастады. Ақыры полиция жетіп келді. Жараланған әйелді әлі демалып жатқанын байқады. Полиция аюды атып тастады. Сосын ғана аю Натальяны қойып жіберген еді. Натальяны ауруханаға алып барды. Оны тірілей көмгені және ауыр жарақат алғанына қарамай тірі қалды. Және тіпті әлеуметтік желіде өмір өте керемет екендігі туралы пост қалдырды. Финиас Гейдж оқиғасы сізді таң қалдыратын анық. 1848 жылы қыркүйек айында 25 жастағы Гейдж апат орын алған жерде Вермонтта темір жолда жарушы шебері болып жұмыс істейтін еді. Қолдарының көмегімен ол жарылғыш тастардың үстіне темір қадайды. Кенеттен порох жарылады және диаметрі 3 см және ұзындығы 1 метр ломды ұшырып жібереді. Лом Гейджтің сол жақ басының сол жақ бөлігін тесіп кіріп, оның миынан өтіп басының артынан тесіп шығады және 24 метрге ұшып кетеді. Таңғаларлығы, бұндай соққыдан кейін Гейдж оны арбада ауруханаға дейін алып барған әріптесіне дейін сүзіреліп бара алады. Аурудың ақылы орнында және еркін әңгімелесе алғанын көрген дәрігер таңғалады. Гейдж сол көзінен айырылған болса да, 1 айдан кейін төсектен тұра алды. Тіпті бақытсыз оқиға қай жерде және қалай орын алғанын барлығын біледі. Алайда арадан уақыт өтіп, оның туыстары және достары бірдеңе дұрыс емес екендігін байқайды. Гейдж сыпайы мейірімді адамның орнына қатыгез адамға айналған болатын. 2012 жылғы сараптамалар жарақат ми сұйықтығының шамамен 11% және ми жарты кортексінің 4% жоқ қылған. Бұл оның ойлау қабілетіне ауыр зақым келтіргені анық. Қазіргі күнге дейін Гейдж неврологиядағы ең атақты аурулардың бірі болып есептелінеді. Кейси Вагнер. Айтуларынша найзағай 2 рет соқпайды. Алайда бұл жігіт бұл пікір мүлдем қате екендігін дәлелдеді. 2013 жылы қазан айында 31 жастағы Вагнер Техастағы Ред Неки чектары деп аталатын жылдық сайыста өнер көрсетеді. Аспанда бұлттар жинала бастаған кезде дәретханада отырған досын күтіп отырған Вагнер сол маңдағы бір ағаштың астына барып жасырынады. Кейсиді бір кезде найзағай соқты және ол жерге құламастан екінші найзағай оның аяғына түсті. Қуанышқа орай, жақын жерде дәрігер бар еді және жедел жәрдем келгенге дейін алғаш көмек көрсетіп аман алып қалды. Таңқаларлығы, ертесіне Кейси ауруханадан шығарылды. Дәрігерлер бұны тірі ғажайып деп атады. Құрама Штаттарда найзағай соғу ықтималдығы 750 мыңға 1. Сонымен Кейсиді 2 рет найзағай соғуды басынан өткізген және тірі қалған адам ретінде өте бақытты адам деуге болады. Бір нәрсе анық, ол енді жаман ауа райы кезінде ағаштың астына жасырынбайды. Самбора 2018 жылы тамыз айында бұл адам Камбоджа ормандарында 4 күн тамақ, су және әрекетсіз аман қалды. Мен ол тастардың арасына қысылып қалғаны туралы айтып жатырмын. 28 жастағы Самбора солтүстік батыс Баттанг провинциясындағы таулы орман бойымен айналып сату үшін жарғанаттың шығындысы немесе гуананы қыдырған. Кенеттен оның фонары кіші шұңғырға түсіп кетті. Бора оны алуға әрекет жасайды және аяғы тайып тастардың арасына құлап түседі. Ол жерде 2 тастың арасына кептеліп қалып, 4 күн шыға алмай қиналады. Уайымдаған ағасы оны тауып, құтқарушыларды шақырады. Олар бұл суретті жоғарыдан алды және адамды шығару үшін құтқару операциясы басталды. 200 құтқарушы 10 сағат бойы оны қысып қалған тастарды кесіп шығарып, жақын маңдағы ауруханаға алып барды. Осы оқиғадан соң Камбоджа полиция бастығы Чакра тауына шығуға тыйым салды. Ал Бора сұмдық жарақат алғанына қарамай түгелдей жазылып кетті. Рон Хант. Бір қарағанда бұндай рентгенограммадан адам тірі қалу мүмкін емес. Алайда бір адам ғажайып жағдайда тірі қалған. 2003 жылы 15 тамызда Рон Хант атты кісі Калифорния штатында Траки қаласында құрылыста жұмыс істеген. Бір қате оның өміріне нұқта қоюға сәл қалды. Хант саты үстінде тұрып бұрғышты қатты басқан. Нәтижеде саты қимылдап, Хант жерге құлайды. Құлау кезінде Хант қауіпсіздікті сақтау мақсатында бұрғышты шетке лақтырады.
алайда бұрғыш алысқа түспеді. Нәтижеде Хант жарты метрлік бұрғышқа бетімен құлады. Құрал басыны тесіп, оң көзінің бас сүйек жағынан тесіп шықты. Алайда құрал ғажайып тәрізде миға тиме Ханттың өмірін құтқарып қалды. Алғашқыда дәрігерлер бұрғышты кесіп алмақшы болды. Алайда кейін суырып алуға шешім қабылдады. Хант бар болғаны 1 ай ішінде жазылып кетті. Ол өте ауыр жарақат алған болса да, өте қатты зиян көрмеді. Оның ойлау қабілеті өз орнында қалды. Достар, видеосымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, қазақ тілді арнаның дамуы үшін арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.